İslam'dın madaniyatı jolukanda, uçuraşkanda assalamu aleykum dep uçuraşat. Бұл дуа, қасиетті дуа. Кимге сіз айтып отқаныңызда ошого дуа беріп отасыз. Алла Тағаламдың сізге саламы, тыныштығы болсын. Манisi қандай? Алла сізді бардық жамандықтан сақтасын деген сөз. Егерде ошоның ақысында дуаңыз қабыл болса, анын эки дүниесі абат болады. Эки дүниесі құрылат аныкыч. Кимге ошондой чын жүрөктөн салам берсеңиз, сиздин дуаңыз өткөн болса, Алла Тағалам кабыл болот. Болды, анын дүниесі да құрылат, ақирети да құрылат. Яни ассалам деп ага саламатчылыкты каалаган кандай? Бардық жамандықтан сіз саламатта болуңуз, аман болуңуз деген сөз. Ассалам туғандар Алланың аттарынан bir ат. Саламун муъминун мухаймин. Алла Тааланын 99 аты бар деп хадисте келет, пайгамбарыбыз айткан. Ким ошо 99 Алланын атын эсептеп айтып чыкса, бейишке кирет дейт. Bir rivayette kim jattasa beyişke giret deyt. Ошо 99 аты Алла Тааланын bir аты Ассалам. Ассалам деген Алла Тааланын аты бул. Буну жакшы түшүнүш керек. Biz namaz okup bitkende ne de atağız? Allahumma entesselam. Ya Allah sen assalamsın. Tınçtıksın. Tınçtıksın da atağız. Assalam degen demek Allah Taala'nın atın zikir kılıp